Ұтсаңыз сыйлық беремін. Ал Сенаттың сыйлығын алуға тырысып көрейік. Бүгін Сенаттағы көңіл күй осындай, әз наурызбен тұспа-тұс келіп отыр. Сенат баспасөз қызметімен қан талапай ойнап жатырмын. Көрейік. Сенат кулуарында өте көңілді. Қазір мемлекеттік қызметшілер арасындағы чемпион тоғызқұмалақшы Бауыржан Ханиев деген сенатордың көмекшісімен тоғызқұмалақ ойнап отырмын. Қандай құпияларыңыз бар бұл жерде? Тоғызқұмалақ біздің ежелден келе жатқан ұлттық ойынымыз. Бұл интеллектуалдық қабілеттерді қажет етеді. Сондықтан кез келген адамға кеңес беремін бұл ойынды ойнауға. Күллі мемлекет қызметшілерінің арасында сізден асқан тоғызқұмалақшы жоқ дейді, рас па ол? Енді сондай жарыстарда болды жағдай. Бірақ енді өзімді мақтаған кішкене әсіресілтеу болады шығар. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа байланысты тағы бір заң ратификацияланды. Ол не береді бізге? Осы тәуелсіз мемлекеттер достастығында арасындағы осы мемлекеттегі нақты ратификацияға қатысушы мемлекеттердің арасында сыбайлас жемқорлық қылмыстары болған жағдайда, құқық бұзушылықтар болған жағдайда нақты азаматтарды алмасу, керек болса ұстап беру, қылмыстық жолмен табылған нақты қаржылар болса тәркілеу, мемлекетке қайтару мақсатында жасалған ратификация. ТМД елдерінің арасында енді қылмыскерлермен алмасатын болдық. Ұстап береміз бір-бірімізге. Ұстап береміз, бір-біріне көмек көрсету, қажет болатын болса тәжірибе алмасу. Бұрында сіздер білесіздер, тәуелсіз мемлекеттерде біз әрқашан достық қарым-қатынаста, егер де қажет болатын жағдайда әрқашан бір-біріне көмектер көрсетіп отырды. Енді осы мына заңның аясында барлық заңдылықты түрде, заңды түрде жүзеге асыратын болады. Міндетті боламыз, Олар да міндетті болады. Олар да міндетті. Денсаулық сақтау мәселесін көтердіңіз, депутаттық сауал жолдадыңыз, Бұл жерде енді онкология бар, бізде көптеген авариялық жағдайлар бар, өмірлік жағдайлар. Соның салдарынан көптеген адамдарда сыну, сүйек сыну мәселелері орын алады. Міне соның орнын толтыру үшін бүгін таңда титандық сүйек алмастыру материалдары бар. Соны өндіру мәселесі бойынша депутаттық кәдімгі имплант қой сіз айтып отырған. Имплант ол титаннан жасалады. Қазақстан титанды өндіретін, шикізатын өндіретінге оны шетелге сатудамыз, және ояқтан біз қымбат аламыз. Әр импланттың бағасы бүгін таңда 1 миллионнан 4 миллион арасында. Ал енді құрылғыларды алатын болсақ, бұл жерде қымбаты 10 миллиардқа дейін, арзан қытайлық өндірушілер ондай аппараттарды, үшті аппарат принтерлерін 2 миллиардқа дейін ұсынады екен. Бұл дегеніміз бір 200-300 адамды емдейтін болсақ өзімізде, ол құрылғыға кеткен қаражатты толық жабатынымыз көрсетуге болады. Міне осыларды елде қою керек. Оны қою үшін әрине мамандар болу керек. Сіз депутаттық сауал ретінде жолдаған медицина мәселесін ұлттық құрылтайда президент те көтерді. Ұлттық құрылтайда жалпы онкологиялық мәселелер, жүрек, қан тамыр ауруларының мәселелері, соның барлығын тез емдеу бойынша бізде арнайы ем орындары, жаңа құрылғыларды ендіру мәселелері, соның барлығын мемлекет басшысы тапсырды. Наурыз мейрамына Түркістанға барасыз ба? Түркістанға әрине Шымкентке әке-шешеміздің қасына барамыз, халықпен бірге тойлайтын боламыз. Қалай тойлайсыздар үйде? Үйде қарапайым өзіміздің дастархан, енді ұлттық тағамдар, сол көже, көрші, көлеңмен, солармен тойлаймыз. Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің мүшелері Сенат отырысынан шығып кетіп, су кодексін өзара талқылап алып, қайтадан кіріп бара жатыр. Су кодексін мәжіліске неге қайтарып жібердіңіздер? Негізгі сенаторлардың ұсынымымен 12 бапқа өзгеріс ұсынылды. Ілеспе заңдардан бір бап, сонымен 13. Осылардың бәрін мәжіліске қайта қарауға. 13 өзгеріс енгізіңіздер деп тапсырып отырсыз. Салыстырмалы кестеге. Маған жоқ па, толық қабылдай салатындай дайын болған жоқ па? Мына мен айтарым, ескерілмей қалған деп айтайық. Ескерілмей қалған мәселелер толықтанып, ары қарай мәжіліске қаралуды жіберді. Су кодексі не береді бізге? Су кодексі біздің көптен күтіп жүрген маңызды құжатымыз. Су кодексін енді мен жаңа айтып кеттім ғой, 2003 жылы қабылданса, содан бері 82
22 жылдың ішінде 82 өзгеріс енгізілген екен су кодексіне. Бірақ та бүгінгі қолданыстағы су кодексі қазіргі талаптарға жауап бермеуші еді. Біздің су министрі елдегі барлық өзендер, көл, теңізімізді қосқанда бәріне жауап береді ғой, солай ма? Негізі енді су министрі болғаннан кейін бәріне су жауап бар. Теңізге де, көлге де. Негізгі мынау өнеркәсіп және құрылыс министрлігінен ауызсу мәселесін осы су министрлігіне қайтарып беру мәселесі. Түгел суға жауап беру керек олар. Бірақ жаңа аңғарғанымыз, ауыл маңын су басса, оған жергілікті әкімдік пен төтенше жағдай министрлігі жауапты. Ал біз тек қоймаларға жауап береміз деп бекітіп алыпты. Ол қаншалықты дұрыс? Ондай қағида ол жерде жоқ. Біріншіден ондай басқа бермес. Осы мына кодексте осыған байланысты көп мәселелер ескерілді. Былтырғындай болмайды. Енді былтырғыдай болдырмаудың барлық амалдары жасалып жатыр. Мәжіліс қызыл кеңірдек болып талқылаған су кодексін Сенат қабылдамай қойды. Төменгі палатаға қайтарып жіберді. Ал бүгін айтылған кем-кетіктерді енгізу біршама уақыт алады.